Арыма ардақты ағайын, қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары. Қазақстан Республикасы Конституциясы күніне арналған Ата заң елдігінің еңсесі атты мерекелік концертіне қош келдіңіздер. Келіп отқан оқушылар, көрермендер, бүгін мерекеміз құтты болсын. Жаңа айтып кеткендей жүргізуші. Бұл заң өзінің әр мемлекеттің өзінің мағынын беріп болу керек. Елдің даму бағыттарын белгілейтін басты құжаты Ата заңы. Еліміздің ата заңы халқымыздың дербес елі болуы, армандаған мүддесінің заң тілінде айшықталған жер шарына адамзат қауымына Қазақстан деген мемлекет бар екен паш еткен ерекше құжат. Азат елдің бастығы айқын жолы тәрізді. Ата заң деп аталған конституциямыз бар біздің. Ата заңмен бекіткен дербестігін еліміз. Атаның құқығының тынысы, ата заңын ұстанып, заңды сыйлатың үшін, бостандықты қаласын, заңмен жүру дұрысы. Біздің заңымыз елдің тұрақтылықпен, бейбітшілікпен келісімнің кепілі. Мемлекетіміздің демократиялық дамуына мызғымас іргетасы. Еліміздің әр азаматы Конституциясының мемлекет пен қоғам үшін ғана. Мерекелік концертіміз аяқталды. Әлмен қарай ауылдық кітапханада Ата заңы ардақты атты кітап көрмесімен жалғасады. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, конституциямыз ғұмырлы, елдігіміз мәңгі болсын. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.